Қайырлы таң, достареке, қалайсыңдар? Бәрі жақсы ма? Предновогодний подготовкаларыңыз қалай? Таңғы асымызды ішіп ойланып отырдым да, сонымен тоқтап тұр, предновогодний подготовкамен самсадан бастайын деп енеме айттым. Морозильникті босатайықшы деп едім. Сонымен көмектесіп маған морозильнигін босатып берді. Өз қолыммен етімді майдалап, турап, сонымен сочный қылып самса пісірейін дедім. Достар, мен қамырымды илеп тастадым. Қамырға майонез, бәрін көз өлшеммен істеймін мен, достар. 1 килограмм ұнға 1 пиалка, қара шай ішетін пиалкамыз бар ғой, сол 1 пиалка майонез қосыңдар, достар. Сонымен сумен тұзды көп қоспаңдар, на вкус дейді ғой, соны дәмін көресіңдер. Сөйтіп үстіне сухой дрожжды алып шашасыңдар, суға ерітпейсіңдер қамырға. Шашқанда көп емес, азғандай қылып ұнға қосып тастайсыңдар. Ал жылауық пиязымнан қолымнан алдым да осылай майдалап турап тастадым. Жылағым келсе де амал жоқтан турадым. Дәмдірі самса жегім келеді деп. Барлығын өз қолыңыздан турасаңыздар, бәрібір, достар, соған жетпейді, я. Алдында мен фарш істейтінен бәрібір ондай сочный болып шықпайтын, дәмді болса да. Мынау өз қолыңызбен турағаннан кейін фаршта бәрі сочный болып шығады. Пиязды көбірек қосамыз, достар. Фаршқа, достар, ет, пияз, қара бұрыш, қант. Бір секретім бар, қант қоссаңыздар, фаршыңыз сочный болады. Сұйық май қосамыз. Бәрін нагласқып осылай әдемілеп араластырамыз, достар. Қамырымыз осылай видеода көрсетілгендей жұмсақ болып шығу керек. Оны жұқа қылып жайып аламыз да, маргаринімізді аламыз, сковородкаға салып тастаймыз, отқа қоямыз, әстен қып қойып қоямыз, пока қамырымызды жайып жұқалап істеп болғанша маргариніміз да ериді. Ал видеода көрсетілгендей, достар, маргаринімізді жақсылап құйып тастағаннан кейін барлық қамырдың бетіне осылай жағып шығамыз. Үстіне, достар, ұн сеуіп шығамыз. Не үшін? Не үшін болғандықтан қамырларыңыз рассыпчатый болып шығады. Слоеный рассыпчатый қамырның рецепті осы, достар. Сонымен осылай әдемілеп орап шығамыз, рулета қыламыз. Рулета қылып, тоң азытқышқа бүгін дайындайым десеңдер, 2 сағатқа қоясыңдар. Ертең дайындайым десеңдер, 1 күнге қойсаңыздар да болады. Одан кейін, достар, балам келіп еді ғой, менің үлкен ұлым. Далада жүріп снеговик жасады қызыммен. Сонымен жүрек көрсетіп тұр ғой, достар. Қандай күшті, әдемі, я? Қуанып кеттім ғой. Қолдарым ұн. Сонымен тоңазытқыштан 2 сағат тұрды. Қарасам, барлығы күшті. Осылай бөліп, қолымызбен бетін басып, осылай бөліп шығамыз. Майда кішкентай оқтауымызды алып, қамырымызды жұқа қылып жайып шығамыз. Достар, кім самса бүгіп білмейді? Самса бүгіп білмесеңіздер, мен сияқты пластилинда үйреніңіздер. Анандай воздушный пластилин бар ғой, көп балдарымызға алып беретін. Дым жақсы пластилин, соны қат жақсы көрмей, еш жерге жабыспайды, қатып қалады. Жақсыла алып тастайсың да мусорға тастайсың. Сол пластилинді алып соған үйрендім, достар. Манты бүгіп, самса бүгіп, содан кейін үйренгеннен кейін әдемілеп осылай қазір көрсеткендей осылай бүгіп шығасыңдар. Оның еш қиыны жоқ, достар. Осылай әдемі самса болып шығады. Пластилинында үйреніңдер, қыз келіншектер. Самса, манты бүгуді. Ал самсаларымды осылай әдемілеп дайындап, астына пакет төсеп, морозильникке қатырып тастадым, бетіне жұмыртқа жақтым, достар. Осылай әдемі самсаларымыз дайын. Ас болсын сіздерге, достар, жаңа жылдарыңыз келе жатқан құтты болсын.